Перғауын мен Морис Бюкай. Құранның бірнеше аты бар. Соның бірі аты жиі оқылып тұруы тиіс кітап дегенді білдіреді. Бірақ шайтан адамдарды қасиетті кітап аяқ асты болмасын деп алдап, оны үйдегі ең биік жерге ілгізіп қойғызады. Адамдар дұрыс болды, жақсы нәрсе істедік деп ойлап, кітапқа көз қырын да салмайтын болады. Оның іші толған білім адамдардың алыстап, жетімсіреп қала береді. Үйде оқылмай тұрған ғарып, яғни бөтен деген сөз. Ислам тарихында Құраннан кемшілік іздегендердің ішінде ақиқат дінге келгендер аз болмаған. Солардың бірі Морис Бюкай атты француз ғалымы. Лондон мұражайларының бірінен перғауынның қатып, семіп қалған денесін көріп, оның тарихы мен өлімін зерттеуге кіріседі. Сөйтіп ол перғауынның ішінен теңіздің тұзын табады, ал перғауынның денесі теңіздің сыртынан, құм астынан табылған. Демек, ол теңізге батып өлгенде аз уақыттан соң сыртқа шығарылып тасталған. Осы оқиғаның анық-қанығын ол Құраннан табады. Әуелгіде сенгісі келмей, кейінірек араб тілін арнайы үйреніп, кітаптан өз көзімен оқыған соң ғана толық сенеді. Ол сеніп қана қоймай, Құранның ақиқаттығына көз жетіп, ислам дінін қабылдайды. Тапқан жаңалығымен тоқтап қалмай, Құранның ішінен өзге де ғажайып жаңалықтар кездестіріп, олар жайлы ғылыми еңбектер жазып, оның кітаптары қолдан қолға тимей өте бастайды. Мұсылман Морис аз уақытта байып шыға келеді. Оған қарсы адамдар пайда болып, оның еңбегінен қателер тауып, жоқа шығарғысы келетіндер Құранның кемшілік іздеумен айналыса бастайды. Ол еңбектері өздеріне қайырлы болып, Құрандағы ақиқат олардың да біразының иманға келуіне себеп болады.